Жаттау қабілетім төмен, немесе менің жасым үлкен, жаттай алмаймын деген сияқты мәселеге жолығып жатырмыз. Кез келген мәселенің шешімі бар. Тек оны бір-бірімізге айтып, бөлісіп, немесе әрдайым мысалы жатқан кезде, әлсіреп бара жатқан кезде қуаттандыру үшін қайталап отыру керек. Енді бұл кеңестерді, яғни жаңағы мәселенің шешімін мен өз ойымнан емес, бізге үлкен ұстаздар айтып отыр. Және де өзіміздің Әлиасқардың докторы Ибрахим деген ұстаз бар универде. Бір рет сіздермен сабақты өтіп жүрміз ғой, мұғалім сәниді, соны фейсбукқа салып қылғанды, енді ол кісілер де көреді дегендей. Ол кісілер де өздерінің ақылдарын айтты. Соның бірінші мынандай: жас кезде алған ілім, әрине ол тасқа қашылған жазу сияқты. Ал үлкейген кезде жаттау, Құран жаттау ол жаңағыдай суға жазған жазу сияқты. Енді яғни қаншалықты айырмашылығын көрсету үшін. Бірақ дегенмен бізде Құранда негізгі мақсат не? Оны жатқа айтып жүру емес, негізгі мақсат не? Оны түсініп оған амал ету ғой. Ендеше қараңыз дейді. Енді жаттаған